Дубайдан үй алған бұрынғы және қазіргі депутаттардың отбасы. Ешқандай құпия жоқ. Декларацияда көрсетілген. Мәжілісте 8 жыл төраға болған Нығматулин әулетінің 50-ге жуық пәтері. Не надо слушать такие вещи. Нұрлан Нығматулинге хабарласамыз қазір. Я не отвечу, тот не ответит, вот и все, понимаете? Экс-депутат Гүлжан Қарағұсованың келіні қандай жылжымайтын мүлікке иелік етіп отыр? Кто как содержится, тот так и работает. Но, к сожалению, мы не видим, чтобы Генеральная прокуратура активно этим занималась. Телеп кеттім ғой. Бір кезеңде Қазақстан парламентінің төрінде депутат болып отырған адамдар қазір Дубайдың төрінде мынадай әдемі зәулім үйлерде тұрып жатыр. Тұрып жатыр дегенім шартты түрде айтылды, әрине. Осы Дубайда олардың өздерінің және туыстарының атына тіркелген бір қатар мүлік анықталды. Олардың ішінде қазір де мәжіліс депутаты болып отырғандар бар. Олар кім? Азаттықтың Дубайдағы мүліктер туралы зерттеуінің бүгінгі кейіпкерлері депутаттар. Бұл зерттеуде Вашингтонда орналасқан C4ADS ұйымы ұсынған дерек базаға сүйенеміз. Онда Дубайдағы жылжымайтын мүлік реестрінің 2020-22 жылғы деректері жинақталған. Еуропа салық обсерваториясының есебінше Қазақстанның 1550 азаматы Дубайда жалпы құны $1 миллиард асатын 2700-ге жуық жылжымайтын мүлікке иелік еткен. Бүгін осы тізімдегі депутаттар туралы айтамыз. Видение у министра должно быть, и у министерства. Что нам нужно с ними делать? Сходите в больницу, сходите в поликлинику, желательно районную. Показывает ваш поверхностный, бессистемный подход при разработке законопроектов. Ну, масқара нәрсе ғой. Вы это со своим приходом в министерство связываете? Нет. Мәжіліске келген үкімет мүшелерін жиі сынап, бірде даусын зор айтып, бірде әзілмен тиісетін спикер Нұрлан Нығматулинді білетін шығарсыз. Ол мәжілісте төраға болып 8 жыл отырды. Аз уақыт емес. Нұрлан мырза. Нығматулин депутаттыққа дейінде жоғары лауазымды қызметтерді атқарды. Ол саяси сахнада экс-президент Нұрсұлтан Назарбаевтың жақын серігі саналды. Қаңтардан соң ықпалынан айырылған Назарбаев әулетінің адамдары сияқты ол да парламентпен қоштасты. Сонымен Нығматулиндер әулеті Дубайдан қандай мүлік алған? Дубайда Нұрлан Нығматулиннің әйелі Венера Баймырзаеваның атына тіркелген 50 шақты жылжымайтын мүлік анықталды. Тізім басында 860 шаршы метрлік вилла тұр. Living Legends деп аталатын коттедж қалашығындағы мүліктің құны 670 миллион теңгенің айналасында. Нығматулиндердің мүлкін түгендеуге біраз уақыт кететін сияқты, тізімі өте ұзақ, бірақ сіздер сабыр сақтап тыңдаңыздар, мен ақшандап айтуға тырысайын. Мына ғимарат Файруз деп аталады. Мұнда Нығматулиннің әйелі Венера Баймырзаеваның атына аумағы 500 шаршы метрлік апартамент тіркелген. C4ADS ұйымы оның нарықтағы құны шамамен 850 миллион теңгеден асатынын есептеген. C4ADS дерек базасына сәйкес Нығматулиннің әйелі Венера Баймырзаева Дубайдың орталығында бұдан өзге премиум санаттағы бірнеше пәтердің иесі. DM Меск кешенінде жалпы құны $500 миллиард теңгедей 2 пәтер. Royal Oceanic ғимаратында 270 миллион теңге шамасында тұратын апартамент. Regal Tower кешенінде 250 миллион теңгенің пәтері. Бахар кешенінде 150 миллион теңгеден қымбат тұратын пәтер Баймырзаеваның атына жазылған. Қазақстанда Нұрлан Нығматулиннің әйел бала-шағасының иелігіндегі түрлі салада жұмыс істейтін компаниялары бар. Әйелі Венера Баймырзаева негізінен елдегі жылжымайтын мүліктері арқылы кәсіп жасайды. Қаржы есебі депозитарийінен ірі компаниялардың құрылтайшылары қатарында Баймырзаеваның есімі
құда құдағиларымен қатар тұрғанын көреміз.